Сәлем достар, кеңістік фигураларының жазбалары бөлімінің жиынтық мағлауы. Бірінші, шертеж бойынша шеңбер элементтерін тауып жазыңыз. Бірінші бізде сұрап тұрған КФ кесіндісі центрдан өтіп тұр, шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді бізде білесіңдер диаметр деп аталады. Ары қарай АО бізде центрынан шеңбердің нүктесіне дейін. Демек, АО бізде радиус болады. Бізде О деген шеңбердің центрі болады сонда. Ары қарай бізде екінші есепте бізде статистика бойынша жер бетіндегі адамдардың 5% жасыл және қара түсті көздер, 50% сұр түсті көздер, 25% қоңыр түсті көздер және 20% көк түсті көздер екен. Осы мәліметтерді дөңгелек диаграммаға салыңыз дейді. Демек бізде барлық пайызды қосып алуымыз керек. Барлығын қосқан кезде бізде 100% шығады. Енді біз дөңгелек бізде толық бұрыш, сондықтан 360 градусты 100%-ға бөлеміз. Сол жаққа 2 түр айырамыз, сонда 3,6 градус. Бұл 3,6 градус дегеніміз 1%-ын құрайды. Ары қарай қатынас бойынша жеке-жеке енді 3,6-ға көбейтіп шығамыз пайыздарды. 5%-ды 3,6 градусқа көбейтсек бізде 18 градус шығады. Ары қарай бізде 50% сұр түсті көздер 3,6-ға көбейтсек 180 градус шығады. Бізде 180 жазыңқы бұрыш. Ары қарай 25%-ды 3,6 градусқа көбейтеміз. Жиырма 3,6-ға көбейткенде 90 градус шығады. 90 градус бізде тік бұрыш білесіңдер. Ең соңғысы 20%-ды 3,6 градусқа көбейтеміз. Тең 36-ны 2-ге көбейту болады, сонда 72 градус шығады. Міне 4 бұрышымыз дайын. Енді дөңгелек диаграмма салуымыз керек. Бізде ең бірінші жазыңқы бұрыш салбаған тиімді. Білесіңдер, жазыңқы бұрыш толық бұрыштың жартысын құрайды. Транспортирсіз сызуға болады. Екінші бізде транспортирсіз 90 градус сызуға болады. 90 градус осы тік бұрыш жасайды. 180-нің жартысын аламыз. 90 градус тік бұрыш. Бізде енді ары қарай қалғаны 72 градус сызып алған тиімді болады. 72 градус. 72 градус сызып алғаннан кейін ар жағында 18 градус өзі қалып қалады. Сонда сіздер транспортирмен тек 1 градусты сызуға болады. Енді бізде диаграмманың іштерін бояп қойуға болады. 90 градусты күлгінмен, 18-ді көкпен, одан кейін қызылмен. Бізде енді сәйкес пайыздарын жазып қойуға болады, немесе жаңағы аттарын жазып қойуға болады. Жасыл, қара деп. 180 градусымыз бізде 50%. 90 градусымыз бізде 25%. 72 градусымыз бізде 20%-ды құрап тұр. Ал 18 градусымыз ең кіші пайызға тең 5%-ға. Ары қарай
бізде үшінші есеп бізде төменде бейнеленген екі жазбадан куб құралады дейді. Бірінші жазбадан кубты қарағанда А нүктесімен беттесетін А' нүктелерін белгілеңіз дейді. Бізде ең төменгі нүкте бізде А нүктесімен беттеседі. А' осы нүкте болады. Екінші бізде В' тауымыз керек. Дәл осылай. Осы кубты құраған кезде бізде В' осы нүктеде бейнеленеді. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса достарыңызға да таратыңыздар. Келесі кездескенше.